Олжан. Менің атым Айзеле. Бұл біздің ең алғашқы видеомыз. YouTube каналды не үшін ашқанымызды себебін айта кетейін. Менің ең бірінші мақсатым өзім сіңілімді қазақ тіліне көбірек сөйлетіп, қазақ тілді үйреткім келеді. Өйткені менің кішкентай сіңілім орыс тілінде көп сөйлейді және қазақ тілінде азырақ сөйлейді. Сол үшін оны қызықтырып, осындай күшті қораптарды ойыншықтармен ашып, немесе күшті ойындарға ойнап, қазақ тілге жақсы үйреткім келеді. Өйткені менің сіңілімді болашақта қазақ тілін мектепке берейін деп жатырмыз. Бірақ бұл YouTube каналда біз тек қана қазақ тілде емес, қазақ тілінде және көп сөздерді біз қазақ тіліне, ағылшын тіліне, орыс тіліне аударып отырамыз. Себебін айтайын, өзімде өте көп орыс тілінде сөйлеймін. Сол үшін өзімді де үйреткім келеді, және де менің сіңілімді үйреткім келеді. Сол үшін поехали дейінші. Кеттік, let's go. Ең бірінші видеомызда біз осындай күшті қорап ашқымыз келеді. Бұл не, Айзере? Қуыршағым. Қуыршақтар. Қуыршақ, игрушка, да? Я. Dolls. Dolls. Это у нас куклы, да? Я. Қанша ішінде дана? Қанша дана? Екі. Және де қанша кішкентай ойыншықтар бар бұл жерде? Екі. Сан. Екі. Көрсет. Бұл бір и екі. Санашы, қанша бұл? Бір, екі. Аша кетейік, я? Біз қазір ашамыз. Аш көр, аш. Айта кетейін, өзімде орыс тілінде сөйлегеннен кейін көп сөздердің мен аудармасын білмесем, орыс тілінде сөйлесем ренжімеңіздер, я? Өйткені мен сіңіліммен бірге қазақ тілде көбірек сөйлеп, қазақ тілде таза сөйлегім келеді. Сол үшін осы YouTube каналды аштым. Және де біздің видеолармен басқа балаларды да үйреткіміз келеді, я? Я. Басқа балаларды үйреткім келеді ме, Айзере? Я. Не істеп жатырсың, я? Ашып отырмын. Ашып жатырмын, я? Қиын ба ашуға? Жоқ, қиын емес, я? Істеп жатқан бәрін айта бер, Айзере, я? Кішкене аштым да, қазір тағы да ашам. Я. Бұның аты ағылшын тілінде жазылып тұр екен. Қаншама дұрыс айтқанымды білмеймін, бірақ осы ойыншықтың коробканы қораптың несі. Аты Enchantimals. Білмеймін, бұл қалай дұрысша оқылатын. Көріп тұрса, аштым. Ішінде не бар екен, Айзере? Қуыршағым. Көрсет. Қуыршақтар бар, я? Я. Қандай қуыршақтар? Шаштары қандай? Екеуі бірдей ме шаштары? Қазір біз Айзере екеуміз, камераға қарап, Айзере екеуміз шаштың түсін айтамыз, я? Қандай цвет мынау? Қандай? Қоңыр, коричневый. Мынау? Қап-қара, черный. Ағылшын тілінде қалай болады қоңыр? Brown. Қоңыр. Қап-қара ағылшын тілінде білесің ме қалай болады? Я. Black. Дұрыс. Енді біз қазір ашамыз, я? Артынан ашайық, сіздерге көрінсін деп, я? Я. Давай, бірге ашамыз. Ой, қиын екен, я? Я. Менде шықты менің ойыншығым. Ой, ағып кетті мына жақта, қара. Бұл не, Айзере? Көрсет камераға. Камераға обязательно көрсет. Бұл не? Бұл маймылға ұқсайды. Бұл маймыл. Кішкентай маймыл. Обезьяна. Monkey ағылшын тілінде. Орыс тілінде обезьяна болады. Ағылшын тілінде monkey. Итіп қояйық, көріну үшін.
көрінсе. Бұл не? Бұл қоян. Жоқ, бұл тышқан. Тышқан. Иә, бұл тышқан. Қара. Тышқан ба? Кішкене тиынға ұқсайды ма? Тышқанға ұқсайды ма? Ну, көбінесе мен ойлаймын, бұл тышқан. Мен киім қоян. Қоян, да? Иә. Хорошо. Мен шатаспасам, қоян ағылшын тілінде rabbit болады. Иә, rabbit. Ал менің ойымша болса, бұл тышқан, маус. Маус. Ой. Орыс тілінде зайчик. Қоян дегеніміз, rabbit дегеніміз. Ал орыс тілінде мыш. Маус. Тышқан. Бізде 2 штук, иә? Иә. Ашықты ма? Ой. Жоқ. Онда мұнаны біз кішкене өте қиын ашылады екен, иә? Иә, иә. Аштым. Настай тұр, иә? Сенің ойыншықтарыңды. Ағылшын тілінде қалай болады? Кукла? Кукла. Қуыршағым қазақ тілінде, кукла орыс тілінде, ағылшын тілінде doll. Айзере, қара. Doll. Doll. Ал қазір сенде 2 штук, 2 дана болады dolls. Doll. Куклы. Куклы. И тағы да кукла. Жоқ, бұны кейінірек көрсетеміз, иә? Иә. Так, киімдердің кішкене несін берейік. Қалай киінген, қандай екен түстерін, Айзере. Мынаны кейінірек көрсетеміз, иә? Бірінші, мына қыздан бастаймыз, иә? Мына кукладан. Киімі қандай екен? Розовый. Гүл. Қызыл, иә? Иә, қызыл. Именно қызыл. Мына қызыл. Бетінде бір әшейін көз емес, бетінде өте қызық рисунок. Қазақ тілінде рисунок қандай болады? Бірақ бұл рисунок емес, бұл маска сияқты. Бетінде, көзінде қандай отқа ұқсайтын маска екен. Иә? Иә. Ағылшын тілінде, Айзере, мен білем, розовый, ол pink. Pink дем. Pink. Pink. Мына көйлегің қай цвет? Pink. Pink, дұрыс. Қызылды мен білем, ағылшын тілінде red. Red. Тағы не қызыл бар? Тағы? Басында red. Шашы қандай дедік біз? Ұзын. Long hair, yes? Yes. Да деген сөзіміз, иә? Және де аяғында күшті туфли бар екен. Күшті. Бұны біттік. Біз бүйтіп қойып қояйық, иә? Сіздерге көрінсін. Бірақ отырғызған жоқ, отырды. Енді екінші кукланы айтайық, иә? Айзере. Иә. Қандай түстерін айт? Шашынан баста. Шашына қап-қара. Мынау қап-қара. Қызыл. Қап-қара. Гүл. Розовый, иә? Иә. Ағылшын тілінде түстерін? Түстерін black. Red. Black. Pink. Pink. Өйткені сенің көйлегіңде pink, иә? Иә. Және оның туфли қандай? Pink. Pink, иә? Екеуі де pink. Енді кішкентай ойыншықтарын бастайық, иә? Мына 2 штук. 2 дана. Two. Ағылшын тілінде бір қандай болады ағылшын тілінде? 1, 2. Молодец. Орыс тілінде қандай болады? 1, 2. Қазақ тілінде? 1, 2. Молодец. Енді. Ой, бұл қай түс, Айзере? Розовый. Қалды. Розовый, аха. Орыс тілінде? Орыс тілінде розовый. Қазақ тілінде қалай болады қазақ тілінде розовый? Немесе ол аударылмайды ма? Біздің комментарийға жазыңыздар, иә? Иә, біздің комментарийға.
И ағылшын тілінде түсі. Pink. Pink. И менде көйлек pink. Мына қызға береміз, иә, pinkті. Я. Pink дейді, иә, бұны? Мына orange. Orange. Ал түсі қандай болады орыс тілінде? Оранжевый. Оранжевый. Оранжевый қазақ тіліне аударылады ма? Тоже бізге астымызға комментарийға жазыңыздар, иә? Я. Осы қызға берейік, иә? Я. Тағы не айтқың келеді? Қандай күшті ма? Әдемі, иә, ойыншықтар? Я. Әдемі. Тағы не айтқың келеді балаларға? Бұл біздің бірінші видео, иә? Кішкене ұялып жатыр Айзере, иә? Я. Күшті ойнайсың ба ойыншықтармен? Ендігі біздің видеомыз осы ойыншықтармен біз ойнаймыз. Мен осы қара қызбен ойнаймын, қара шашты қызбен. Ал Айзерешка қоңыр шашты қызбен ойнайды. Және де біздің ойыншықтарымыз болады, біздің долымызда, иә? Я. Бүгінгі ең бірінші, ең алғашқы видеомыз біз бітіріп жатырмыз. Бізді көргеніңізге рахмет дейміз. Рахмет деші? Рахмет. Біздің астымызда видеомызда комментарий жазсаңыздар бізге қызық болады. Өйткені біз білеміз өзі қандай видеоны жазу керек, қай форматта жазу керек. Өйткені біз тек қана ойындарды емес, біз кішкентай балаларды үйреткіміз келеді тілдерге. Мысалы, мен ағылшын тілінде прям күшті сөйлеймін деймін, бірақ көп сөздердің аудармасын біз білуге тырысамыз, иә, Айзере? Я. Және үйренгіміз келеді. Қалай болады? Розовый, қалай болады? Қара шаш деген, иә, Айзере? Сөйтіп кішкентай кезімізден үйренгіміз келеді. Ағылшын, қазақ және де орыс тіліне. Иә, Айзере? Я. Пока де. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Бай-бай де. Бай-бай. Бай-бай. Келесі көріскенше, иә? Біздің астымызға комментарий жазыңыз, айта бер. Біздің комментарийға айтыңыз. Және де видеоға басыңыз. лайк басыңыз. И подписывайтесь на наш канал. И подписывайтесь на наш Біздің канал. каналға қалай болады ағылшын тілінде подписывайтесь. Біздің комментарийға жазыңыздар, иә? Я.